Жеңісбек аға, бүгін сұхбат беруге, бізбен әңгімелесуге келісім бергеніңізге көп рахмет. Енді ең алдымен өзіңіз жайлы айтып өтсеңіз, қай кен орнында жұмыс істейсіз, кім болып жұмыс істейсіз өндірісте? Менің атым Нәбиев Жеңісбек Қожаевич. 1982 жылы туғанмын. Қазіргі таңда Маңғыстаумұнайгаз кен орнында Қаламқаста жұмыс жасаймын. Инженер-механик болып. Инженер старший механик. Аға механик. Жалпы мұнайгаз өндірісіне қалай келдіңіз? Еңбек жолыңыз қалай басталды? Қанша жылдан бері қызмет етіп келесіз осы салада? Мұнайгазда 2004 жылдан бері қарай жұмыс жасаймын. 2004 жылы Ш. Есенов атындағы, Шахмардан Есенов атындағы университетті бітірдім. Инженер-механик мамандығы. Сол бітіре салысымен жұмысқа тұрып, завод стеклопластикалық изделий дейтін шыны пластикалық құбыр заводы дейтін. Сол заводқа жұмысқа тұрдым. Сол заводтан 2005 жылы ауысып Қаламқас кен орнына бардым. Сол жерде слесарь, 3-ші разряд слесарь болып жұмыс жасадым. 4 жылдан кейін 5-ші разряд слесарьге ауыстым. 2012-де инженер-механик болдым. Сол 2012 жылдан бері қарай қазіргі таңға дейін аға механик болып жұмыс жасаймын. Жалпы өндіріске келгелі бірнеше кезеңнен өткен екенсіз. Кен орнындағы жұмыста басты міндетіңіз қандай? Қандай бағытқа жауап бересіз? Кешенді мұнай дайындау және өткізу цехы дейтін бар. ЦППН деп айтылады. Мұнайды жинайтын қазан, бұрынғы тілмен айтқанда жаңағы амбар деп айтады. Қазан жинайды, мұнайды жинайды. Бүткіл цехтың, добычының барлық мұнайлары келіп, біздің сол кешенді мұнай дайындау цехына жиналады. Сол жерден тазалаймыз, мұнайдың газын шығарамыз, лас топырағын шығарамыз, суын бөлеміз, мұнайын бөлеміз. Таза мұнайды сосын қазтрансойлға береміз. Ал енді менің атқаратын міндетім сол цехтың ішінде барлық оборудование, сораптар, насос, қазанның барлық НДКМ, КПГ дегендей сондайлардың барлық жұмысын атқарамын. Ремонтын қарамағымда 20-ның үстінде адам бар. Келген, кеткен техниканы, қағаздар, цехтың ішіндегі жұмсау, адамды қалай не істеу керек, барлық несін өткізіп отырамын. Жұмысты үйлестіріп отырасыз ғой? Үйлестіріп отырамын. Ұйымдастырушымын, былайынша айтқанда. Енді жалпы мұнай өндірісінде ардагерлер туралы көп айтып жатамыз. Кіммен сөйлессек те ұстазым осы кісі болған деп айтып жатады. Мысалы, сізді осы мұнай өнеркәсібіне баулыған, алғаш өндіріске келгенде көмектескен ұстаздарыңыз болды ма? Әлде бірге жұмыс істеп жүрген шығар мүмкін? Ұстаздарым болды. Қазір еңбек демалысына кетіп қалды ол ұстаздарым. Бір емес 2 адам болды. Бердіхан дейтін үлкен ағамыз болды. Мен ең бірінші сол Қаламқасқа жұмысқа барған кезде сол цехтың бүткіл затын қалай жұмыс жасау керек, мынау қандай объекті, ол не затқа жауап береді, барлығын түсіндіріп айтқан болады. Сол кісінің айтқаны бойынша, нұсқамасы бойынша сол цехты меңгеріп кеттім деп ойлаймын қазіргі таңда. Енді арада енді азғантай жыл өтсе де, ол кісілердің уақыты келіп, еңбек демалысына кетті. Ал тағы бір еңбекке баулыған ағайым бар өзімнің, университетте сабақ берген Құрбан дейтін шал болды. Ол кісі қазір бақилық болып кетті. Сол кісі мен оқып жүргенде, Академия гражданской авиацияда оқып жүргенде, бізге кел, сен мұнайшы болған ыңғайлы адамсың деп мені шақырған болады. Өзімнің сол ауысуыма, барлық сол жердегі мұнай газдың саласындағы барлық университеттегі менің барлығын
түсіндірген сол кісі. Осы екі адам маған өте өмірдегі кәдімгі маңызды рөл атқарды, ойнайды деп есептеймін. Сізге сонда оқытушы болып жүрген кезде бойыңыздан бір осы мұнай газ саласына бейім деп байқаған болып тұр ғой? Солай болып тұр ғой. Ал енді өзіңіз қазір шәкірт тәрбиелейтін уақытқа келдіңіз, енді өзіңіз айтасыз 20-дан астам адамға. Бірақ енді соның ішінде жас мамандар келгенде шәкірт тәрбиелейсіз ба? Мысалы, шәкірттеріңіз бар шығар қазір? Мен осы мұнай газда менде қазір 20-ның үстінде адам бар деп отырмын ғой. Ол жерде де көп адамдарға, жас мамандарға келіп жатқан үйретіп жатырмын. Әлі күнге дейін үйретіп жүрмін. Ол жерде мұнай газ саласының оның бір жолы басқаша. Бұлай жұмыстарға қарағанда кішкене өзгешелеу, қиындау болады. Әр затқа мән беру керек. Ең кішкентай құрттай тартқан шпилькіңді резбасына дейін мән беріп қарап отыруың керек қой. Соған баулуға, шамай келгенше үйретуге, айтуға, сондайға өзім жұмыс жасап жүрмін жалпы. Жауапкершілікті үйрету керек қой сонда, ең бірінші. Иә. Сосын мына жұмыста коллективтің бірге түсінісіп жұмыс жасау, шамай келгенше жаңағыдай араздаспай, көмектесіп бір-біріне сондай жұмыстарға атқаруға сондай бір. Ол да үлкен маңызды. Иә, маңызды, ең маңызды сол. Ауызбіршілік. Ауызбіршілік. Ауызбіршілік болған жерде ол барлық затта болады. Дұрыс. Аға, енді мұнай өнеркәсібінен бөлек сіз туралы айтқан кезде бірден Маңғыстауға белгілі қолөнерші деп естідім. Сіз туралы солай айтады. Міне бүгінде қамшыларыңызды алып келіп отыр екен. Сіз өзіңіз қолдан жасаған бұйымдарды. Жалпы бұл сіздің жұмыстан кейінгі қызығушылығыңыз ба? Әлде шеберханаңыз бар Ақтауда? Қателеспесем. Осы жөнінде айтып беріңізші. Жалпы қашаннан бері қолөнерге жақынсыз? Қандай бұйымдар жасайсыз? Бала кезімнен бастайын енді. Сол дұрыс шығар. Түсінікті болу үшін. Бала кезімде мен 4-5 жастарында мен үйде атам болды. Нәби дейтін шал, қазір сол шалдың фамилиясында. Сол кісі мен енді еміске есімде есіктің алдында мәс тігіп отыратын. Ауылдың әйел адамдарының мәсі аяққа киетін. Қожыдан, теріден, былғардан сықайтып, илеп, сөйтіп тігіп отырады. Көз алдында. Одан бері қарай енді бақилық болып кеткеннен кейін ол кісі бізге ешкім көрсеткен жоқ. Бері керек келе нағашы жағымда да менің шеберлік бар екен. Соған көзім жетті. Нағашы атам Қауқаров Төлеген дейтін, Шетпе дейтін жерде тұрады, осы жерден 200 километр жерде. Ол кісі де қазір бақилық болып кетті. Бірақ сол кісінің ауылға барған кезде бізге үйрететін. Қыздары барлығы қолынан өнер тамған кілең шебер. Киім тігеді, камзол, бешпет, ағаш үйдің заттарын, қарала дейді, ши тартады, киіз жаңағы не істейді, шынтақтайды. Ала жаздай сояқтарда боламыз біз демалып. Сояқтарға боламыз, демаламыз деп барамыз ғой, бірақ енді көмектесу үшін барамыз, шынына келгенде. Ал үлкен жаңағы атам, нағашым, ер жасайды, сандықтар жасайды, жүк аяқ жасайды, жастық ағаш дейді, қамшы жасайды, ат бағады, сол аттың бүткіл әбзелдерін жасайды. Солардан көріп өстім. Бері керек келе енді оқу бітіріп келгеннен кейін сол енді бір затқа бір көңілің түссе, сол зат есімнен кетпейді ғой, сол есімнен кетпеді мен. Өзім енді ойлап жүрем, бірдеме істегім келеді. Қолым жыбырлап, жаңағы бір затқа бір талпынысым болады. Сосын осыны мен істеп көрейінші деп, сол есіме түсіріп, жайлап, істеп қарап, сөйтіп бастап істеп кеттім. Мынаны мен дейтін қолөнерді оқу бітіріп келгеннен кейін бастап істедім. Өзіңіз бастап кеттіңіз, жаныңызда ешкім болған жоқ? Ал бірақ жанымда ешкім болған жоқ. Кейбір кездерде бір ішім пысқан кезде үйде
Қазіргі балдар телефон ойнайды ғой ішімпыста. Иә. Менде ондай болған жоқ. Мен ағаш жондым ішім пысқан кезде. Мүсіндер жасадым ағаштан. Кесе, осындай жүгендер жасадым. Қамшы өріп бастадым. Мынаның барлығы маған ешкім үйреткен жоқ. Қайтып өру керек екен. Мынаның барлығын өзім өрдім. Жағаласып отырып, әрі-берге дейін қараймын. Былай бұрап қараймын, шешіп тастаймын, қайтадан өрем. Өзім ақыры үйрендім. Мына өрімнің 4 өрімнен бастап 18 өрімге дейін өріп білемін. Қазіргі таңда. Мына 18 өрім болса, ол қанша жуан болады ма? Жуандығы жуан болады. 18 өрім емес мынау қазір. Мынау қазір 12 өрім. Енді тыңдармандарға көрінбейді, бірақ мұнда қамшылар бар. Қолдан жасалған. Мынаның несі өрімі көбейген сайын, мынаның жіңішке болып келеді. Жіңішкере өру керек. Қалың болып кетсе тағы болмайды. Сол үшін мына тас жіңішкелеу болып жіңішке басқа бастан. Жоғары жағы қалыңдау болады, төмен қарай жіңішкере береді. Астыңғы жағы жіңішкелеу болу керек. Сөйтіп бір күндер терім таусылып қалды. Істейін десем тері жоқ. Бұны қайдан алам? Ол кезде жоқ. Шымкентте бір жерлерде осы бір тері өңдейтін зауыт бар өрнеді деген хабарлар естідім. Бірақ енді бара да қоймаймыз ғой. Иә. Сосын бір күндер баяғы тері өңдеп отқанын көретін едім, әркімшеден сұрадым. Сөйтіп не керек? Түйенің мойын етін алып келіп ең бірінші рет 2005-те ме екен? 2005 жылы ең бірінші рет теріні өңдеп көрдім. Үйдің қасынан өзім. Тері өңдеуде әлек жерлері бар, тауқыметі көп, сондай бір қиын зат тері өңдеу дейді. Мына терінің иін қандырып шығару үшін оған көп еңбек сіңіресің, уақыт көп кетеді. Маған бір айдың үстінде уақыт кеткен, мына теріні өңдеу. Өңдеуге ғана. Мынандай қылып шығару маған. Бұл қалай шығады? Теріні жаңа сойылған түйенің мойын терісін алып келемін. Келемде жерге суды шашып жерге көмем. Мана бетіндегі түгі, жүнін алу үшін. Түсіп қалу керек маған. Қырып алып тастаған оңай. Ал түсіп қалса, мынандай терінің беті теп-тегіс болып әдемі болады. Сол үшін мен мынандай қыламын. Ішінде несі қалмайды. Түгі астындағы терінің ішінде өсетін түгі қалмайды. Сол үшін сөйтем. Сосын 10 шақты күннің ішінде, 5 күннің ішінде примерно жүні түседі. Жүнін түгел алып тастаймын. Сосын ішкі бетінде, мысалға теріде бар ғой, ішкі жақ беті. Ішкі жақ беті еті қалып қояды, соны жылтыратып шама келгенше мынандай түк шығармас үшін бетінің терісін, көгетін сылап аламын. Целый теріні. Оны алып әкке көмем. Әкпен суға араластырамын, соның ішіне салып, бочканың ішіне ұстаймын. 4-5 күн тоже. 4-5 күннен кейін шығарып аламын. Шығарып алып, илеп тұзын жағып, тағы 2-3 күн тағы қойып қоямын. Тұз сіңдіріп. Тұз сіңіп болғаннан кейін қайттан жуамын да, содан кейін айран шұбат бар емес пе? Соның бір 3 литрдің үстінде 4 литрдей шұбат кетеді. Шұбатпен бетін ысқылаймын. Өзімнің тасым бар. Ысқылайтын бетін, теріні ысқылаймын түгіл. Сонда ғана мынандай уақытқа келеді. Соның бір жерден үйрендіңіз ба? Арнайы бар ба әлде өзіңіз? Кезінде сол балалық кезінде көргенім есімде қалған ғой, ағашларынан неден. Сөйтіп мынаның өзіне сонда сөйтіп есептегенде бір айдың үстінде уақытым кетіп қалады екен. Біреулер айтады ғой жаңағы, ой бір қамшы жасап бер қойшы маған, оп-оңай көрді. Оның қаншама тауқыметі бар, бір теріден қанша қамшы шығады деп біреу сұраған менен. Бір теріден әрі кетсе бір 6 қамшы шығады деймін ғой. Бұл соншама аз шыға ма не? Енді қайтесің, сол шығатын сол. Түсінікті. Қандай үлкен жұмыс сол деген. Үлкен жұмыс. Сонда басынан аяғына дейін осы барлық кезеңді
жүріп өтесіз Иә. істейсіз, оны бір ай терінің өзіне кетсе, одан ары қарай әлі Ары қарай жасайтыныңыз әлі бар бар. ғой. Мынаның барлығын тілеміз. Иә, Алақанын оям, алақанды тігем қайтадан қолмен. иә. Мына жыңғыл дейтін затты алып келем. Мхм. Мына жыңғылдан жасаймын мен тек қана. Сабын. Сабын. А, Жыңғыл дейтін ағаш, мынау қатты ағаш. мхм. Бұны уақыты бар. Мынаның екеуін әдейі алып келдім сізге Аха. көрсетейін деп. Иә, тамаша. Мына жыңғылдың жарығы бар міне. Көріп отырмын. Трещина дейміз ғой. Иә. Мына жыңғылда жоқ. Аха. Мына екеуін алған уақыты екі түрлі. А, Сол себептен мынау жарылып тұр. Мынаны ерте алғандықтан жарылып тұр қазір. аха. Ерте алсаң, мына жыңғыл дейтін ноябрь айында ұйқыға кетеді ағаштардың барлығы. Ноябрь айында алсаң, ұйқыға кеткеннен кейін алатын болсаң, мынандай болып жарылмайды. Мынау ертерек алып, сондықтан жарылып кетті. Мынау көктей алғаннан себебі. Түсінікті. Ал мынау піскен жыңғыл. Мынау Аха. уже жарылмайды. Мынау мықтылығы пластмасспен бірдей. Мықты болады. Сондай. Түсінікті. Бұнда нағашым жаңағы айттым ғой, жаңа шетпеде тұрып деп. Аха. Сондай ертіп алып кетеді. Театрып таудың астынан осындай жыңғыл өсетін жерге барып, жыңғылдар таңдап алатын. Мынандай көзі бар жыңғылдан алады. Көзі жоқ, тегісін бүртік-бүртік мынандай көп бүртігі бар жыңғылдан алады. Неге өйтіп алады екен десем, оказывается, әртүрлі қылып қамшыны әдемі болып шығу үшін сөйтіп жасайды екен, жасау үшін алады екен да. Мен содан үйренгенім ғой, мен де сөйтіп алып мынандай қылып жасағанмын. Әр қамшы бір-бірін қайталамайды ғой. Бір-бірін қайталамайды, екеуі екі түрлі. Бірдей болып шықпайды, иә. ешқандай. Бір жаңағы заводың болса шығар еді, Иә. бірдей болып. Иә. Мынау завод жоқ, біз қолмен істегеннен Қол өнерінде ерекшелігі сол ғой. Иә. Әр бұйымға жеке келесіз. Иә. Ал енді сізден мысалы сұрайтындар, қамшы жасап берсеңіз деп көп па? Көп. Маңғыстау ғана емес шығар, Қазақстанның басқа өңірлерінде қараса ма? Біздің Маңғыстаудың мына қамшысы бөлектеу басқа жақтікі. Басқа жақтікі басқа міне. Осы күні кеше бір кісі хабарласты. Семейден соғып отырмын дейді. Мен беріп жіберейін деп едім. Өзімнің қамшымды дейді. Сіз маған өзіңіздің қамшыңызды жасап беріңіз дейді. Мына мендегі қамшыға ұқсайтын қылып жасап беріңізші дейді. Жақсы, беріп жіберіңіз дедім. Бұйырса соны күтіп отырмын енді. Келетін шығар. Осы 4-5 күндікте звондады. Телефон соғып айтты. Сондай әркімшілер звондап тұрады. Жалпы Маңғыстауға, Ақтаулада арқылы көп танымал болып кеттім қазір. Очередь дейтін, кезек дейтін көп қазір. Үлгере алмаймын, шынымды айтайын. Сізге мұнай газдан жұмыстан шығып, осымен айналысыз демей ма? Мынаумен айналыссам, менің миым тынышталады, кішкене стрессімді кетірем, жаңағы ойымды бөлем. Өзіме маған жақсы ермек деп ойлаймын, өзіме сол үшін тастамай келдім, әлі арқылап істеп. Бір істегенде 7-8, әрі кеткенде 10, сондайдан жасаймын. Мынаның 10-ын өріп алсам, 10 алақан жасаймын. Содан кейін 10 жыңғылын жасаймын. Одан кейін 10 мынаған тартам, бірдей. Содан кейін алақанын тігем бірге, содан кейін жалғайым бірге. Сонда 10-ы қатарынан бірге бітеді. Бір уақытта 10 қамшы істейсіз, бірақ 10 түрлі. 10 түрлі болады, бірақ шыққанда. Әрбірінің тартымы бөлек, несі бөлек, бұл сөйтіп шығады. Шама келгенше көп количестводан жаңағы істегім келеді, бірақ оған жаңағындай көп істей алмайсың. Қазір шынымды айтсам, 100-дің үстінде күтіп тұрған заказым бар. Тек қамшыдан ғана. Қамшы. Одан басқа қандай бұйымдар жасайсыз? Мен жүген жасаймын. Ағаш үйдің керегелерін, соларды жаңағы үзіліп қалады. Сондайлар терімен қайттан өңдейін, сырлап берем. Сосын жаңағы Адалбақан дейтінді естуіңіз бар ма? Жоқ, естімедім. Адалбақан деген зат. Алтыбақан дегенді естуім бар. Адалбақан деген болған екен кезінде Қазақта. Жалпы
жойылып кеткен зат. Көптен ешкімде жоқ ау деп ойлаймын. Жалғыз біреу болса болу керек. Мен соны қайталап біреуін жасадым үйде. Ол бұйым ба әлде не? Бұл қазіргі тілмен айтқанда вешлік. Мына батырлардың, болыстардың, сондайлардың үйлерінде болған екен. Тақиясының басындағы бөрігін іледі, екі иығы бар бүйтіп тұрған. Соның үстіне шапанын іледі, астына қамшысын іледі, найзасымен қалқанын екі қапталынан қойып алдынан андай әдемі болып тұрады. Ағаш үйге жаңа жерге тастауға болмайды, ер адамның киімін, сондықтан іліп қойған екен. Оны бәйбішелер істеткен екен. Бәйбішесі мына үйдің ер азаматына жасатқан екен арнайы заказдармен. Соны жаңғыртамын деп жүрмін, бұйырса. Менде біреу бар, үйде жасап қойған, тағы да жасағым келіп жүр. Соны қолым қышып жүр, әлде де жасаймын деген. Онда заказ беріп, қайта-қайта жаңа қоймай, істеп бер деп жүрген адамдар бар. Бар ма? Сұраныс бар деңізші қазірдің өзінде. Бір жақсы болып шығып, өзімнің бір көңілімнен шығып жатса, музейге де бергім келеді. Музейлерден көрген жоқсыз ба осы күнге дейін? Ондай зат көрген жоқпын. Адалбақан, Ақан серінің Адалбақаны дейтін бар. Мен бірі ғана білегенім. Ал басқа Адалбақан дегенді көрген жоқпын. Өте қызық. Қазақтың бұйымдары көп қой негізінде. Сізді облыстық, республикалық көрмелерге шақырып тұра ма? Қолөнершілердің жиыны болатын шығар мүмкін бір. Мен ондай көрмелерге барғаным жоқ. Жақыннан бастап осы елге таратпастан, оған дейін мен елге таратқан жоқпын, өзімде ұстай бердім. Істеген заттарымды. Жинап тұра бердің ме? Жинадым. Сыйлыққа бердің? Сыйлыққа бердім. Үйге іліп қоятын, соған қарап жатқан жақсы көретін өзім жасаған затымда да. Сөйтіп жүрдім. Бір күндер әркімшілер енді көріп үйден сұрайды. Содан ағама берем, анаған берем, сөйтіп ініме берем деген сияқты. Содан көп естіліп кетті. Қазір мынандай бұйыммен айналысатын адам жоқ. Көп емес па? Көп емес. Санаулы ғана адамдар. Бұл деген енді біреуге сыйласаң өте құнды сыйлық, әр қазақтың үйінде бір қамшы болу керек, төрімізге келіп қоямыз деп жасалатын шығар көбісі мысалы. Менің Оразалы дейтін тәкем болған. Немере болады ол маған, ол кісі. Тұщықұдық, жалпы тек Тұщықұдық емес, Маңғыстау облысына аты белгілі аты шыққан қамшыгер. Қамшы жасаған, неше түрін жасаған. Ол 47 жыл жасаған ба, 48 жылда, в общем, 50 жылдың жобасында қамшы жасаған. Тек қана қамшы. Сол шалдардың несінен келген шығар маған да. Көргенді жасайсың ғой. Дұрыс айтасыз. Ал енді қолөнерде енді ойланып жүрмін дедіңіз, шәкірт тәрбиелеуге. Жалпы жастардың арасында қызығушылық бар ма? Үйретіңізші аға деп келетіндер бар ма? Қызығушылық бар. Жаңағы айтып отқан басында болады, артынан телефонға кетіп қалады. Или болмаса жаңағындай оқу дейді, тағы бірдеме дейді. Бірақ бір-екі балам бар, келіп қазір қарап, мынаны қалай істеймін деп сұрайды. Үйден ағашқа сурет салады, былай форматтарға сурет салып кетіп жүрген бір бала бар. Үйренгісі келіп талпынысы бар. Кішкентайлау бірақ әлі. Әлі келмейді. Мынаның барлығын өру үшін күш керек. Күш керек. Теріні илеу үшін күш керек. Оның барлығын кішкентай бала жасау мүмкін емес. Кішкене бір тіс қаққан, ерекшеліктеу, кішкене сондай адам болмаса. Бірақ өруін үйреттім ол балаға. Ол бала сразу жылдам алып кетті. Мыналарын сұрайды, мынаны қашан аламын, мынаны қай уақытта алуға болады, бүйтсем қайтеді, сөйтсем қайтеді деп сұрайды. Қызығушылығы бар деген сөз. Қашанға дейін жүретін көреміз енді, Алла көрсетеді ғой. Уақыт барлығына емші ғой, көрінеді, көреміз. Аға, бүгінгі әңгімеңізге көп рахмет. Көп сұрақ қоймасам да, көп ақпарат алдым жаңа. Білмеген, естімеген, және мына аудионы тыңдап отырған басқа да адамдарға өте қызықты болады деп ойлаймын. Көп рахмет сізге.
келіп түсіндіріп айтып бергеніңізге, өндірістегі жұмысыңызға да, қолөнерде де тек қана сәттілік тілеймін. Жолыңыз ашық болсын. Өзіңіздің көңіліңіз толатын бұйымдарыңыз көп болсын. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз.